Ассаламалейкум баршаға. Бүгін асқабақ қосылған пирог дайындаймыз. Сіздер жасап көріңіз, өте дәмді және тез дайындалады. Алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Енді електен өткізілген ұнға 200 грамм қант қосамыз. 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Сары майды салқын күйде үккіштен өткіземіз. Сары майды ұнға батырып алып отырсақ, үккіштен тезірек өтетін болады. Міне қамырдың негізі дайын болды. Енді осылардың бәрін қолмен илеп отырып араластырамыз. Енді біз бұл қамырға 2 жұмыртқаны қосып, тағы да илейміз. Пирогтың қамыры өте жұмсақ болып шығады. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Өйткені қамырдың бір бөлігі қазір бізге пирогтың үстіңгі қабатына керек болады. Бұны мұздатқышқа салып, салқындатып қоямыз. Ендігі кезекте пирогтың ішіндегі қоспасына кірісеміз. Бұған бізге асқабақ керек болады. 400 грамдай асқабақты үккіштен өткізіп аламыз. Біз пирогқа мейізді де қосамыз, сол үшін жуылған мейізді ыстық сумен жібітіп қоямыз. Енді қамырды бір келкі қылып формаға орналастырамыз. Тәттіміз піскен кезде жабысып қалмау үшін біз форманы алдымен сары маймен майлап аламыз. Міне видеодан көргендеріңіздей дәл осылай барлық жағын тегістеп қамырды жайып шығамыз. Бұл кезде духовканы қыздырып қоямыз. Енді 200 грамдай ақ ірімшікке 100 грамм қант қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Қант пен ірімшіктің үстіне 2 ас қасық крахмал қосамыз. Бұған 2 жұмыртқаны қосып, ірімшікті жақсылап араластырамыз. Бұл массаға жібіп тұрған мейізді қосамыз. Жақсылап араластырып, ендігі кезекте асқабақты ақырындап отырып қосамыз. Асқабақ пен ірімшік қосылған массаны жақсылап араластырамыз. Формадағы қамырға осы қоспаны қоямыз, қойып шығамыз. Жан-жағын тегістеп, әдемілеп, бір келкі етіп шығамыз. Қамырдың екінші бөлігін пирогтың бетіне үккіштен өткізіп шығамыз. Міне видеодағыдай. Егер қамырыңыз өтпей жатса, оны ұнмен араластырып жіберуге болады. Міне осындай болып, барлық пирогтың үстін осындай қамырмен жауып шығамыз. Пирогымызды 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, пирогымыз дайын. Сыртқы пішіні өте әдемі, дәмі тіл үйретін пирогымыз дайын болды. Қазір кесіп, тарелкаға салып көрсетемін. Дәмді, пайдалы асқабақ қосылған пирогты сіздер жасап көріңіз. Бір дайындағаннан өте әдемі болып шығады. Назарыңызға рахмет. Ас болсын.